бағанағы директормен шайдан басталады деп ойлаймын. Иә. Ана жерден камераның ар жағынан қарап отырады да айтады, мә керемет осы кісілермен қалай бір қарым-қатынас шықсам болады деп. Мен өз басым осы өмірді қиындатпау керек деген ұстанымды ұстаймын. Басшылардың мен өзім байқағаным қарым-қатынас. Ол қарым-қатынас анау директорден басталады деп айту қиын. Біз әлі осы деңгейдеміз ба деген сияқты бір қатты неге түсіп кететін де ой болады менде. Қарым-қатынастағы мәселелерді шеше алмайтын әке мен аналардың балалары біздің қолымызда. Сізбен біздің қолымызда. Сол үшін мен ойымша сіздің инициативаңыз өте керемет. Мектепке деген махаббат оянса, ұстазға деген құрмет оянса, ол автоматты түрде маған білім не үшін керек деген сұрақты қоя алатын деңгейге жетеді да. Біз не істесек болады, мықты ұстаздарымыз алып қалу үшін. Өзіміз мектепте. Өте жақсы сұрақ. Өзінің үйінде ерініп төсегін жинамай, ыдысын жумай, киім жумай жүрген болса, біреудің үйіне барған кезде бала не істейді, жинақталады. Яғни тәртіпті үйренеді, өмірге дайындалады. Одан маңыздырақ дүние ол ер азаматтарды болашақ ер азаматтық рөлдерге дайындау негізгі мақсатымыз. Қайырлы күн достар, бүгін бізде директор мен шай айдарында қонақта білім саласының сарапшысы, үздігі деп айтуға болады. Қазіргі таңда көптеген жеке мектептерде өзінің кеңесін беріп жүрген, жеке мектеп негізін қалап жүрген министрліктің қоғамдық мүшесі Нұрмұхамед Маратұлы Досыбаев мырза келіп отыр. Нұрмұхамед мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Керемет. Қуаныштымыз. Қалай оқу жылын бастап кеттіңіздер? Жақсы бастадық, иә. Біз сәл кештеу бастап жатырмыз, басқаларына қарағанда. Солай ма? Сіздерде бір қатып қалған бірінші қыркүйек басталады деген жоқ па ондай? Біз кішкене жаңашылдық. Иә, ерекшесіздер. Ерекшелік. Нұрмұхамед мырза, мемлекеттік мектепте осы бір жоба бастап, трансформацияға өзгертуге ұшырау жобасын бастадыңыздар. Сол жобадан бастайықшы. Енді біз қазір жеке мектепке келе жатамыз, бірақ мені қызықтыратын дүние ол мемлекеттік мектептің жағдайы ғой. Сол жоба басы қалай болды, аяғы қалай болды, неге бір өміршең болмады деген сұрақ. Енді ол жоба негізі сол қарапайым идеядан басталды. Осы өздеріңіз білесіздер, қазір Қазақстанда 90% мектеп оқушылар, олар өзіміздің мемлекеттік жалпы орта білім беретін мектептерде оқып жатыр. Ол статистика 2018 жылы 99% тұғын. Тек 1% ғана бала мамандандырылған немесе жекеменшік мектептерде оқитын. Қазір сол пайыз 90-ға түсті. Енді халықтың көпшілігі балаларын сол мектепте бергеннен кейін сол жерде сапа болу керек деген оймен басталды. Және сол жердегі сапаға көңіл толмағандықтан сол бір мектепті алып, бір трансформация жасап көрейік деген идея болды. Сол идеяны арман қолап, негіз Астанаға келіп қалғанбыз. Негіз әуел бастау ол Алматыдан басталу керек еді. Жоқ, бір идеяға бір түрткі болады ғой негізі. Ол идея түрткі болған. Мен өзім Ұлыбританиядан оқуымды тамамдап келгенде мен Шымкентте қалалық білім басқармасына жұмысқа орналастым. Шымкентте? Басшының орынбасары ретінде осы қаладағы бүткіл мектептердің оқу, тәрбие, методика бағыты өзіме қарастығын. Солай бір жылдай уақыт жұмыс жасадым. 130 мектеп, 180 мыңға жуық оқушы қарамағымызда болды. 17 мың мұғалім деген сияқты. Сол бір жылда үйреніп көрген, жинаған тәжірибелерінің нәтижесінде мен сондай ойға келдім. Бұлай біз бүкіл мектептерді мықты қыламыз деу өте қиын бір мезетте. Бірақ бір мектепті мықты қылып көрейік алдыменен деген сияқты бір фокус ұстап, бір мектепте өзгеріс жасап үйренсек, көзіміз жетсе, модель жолын тапсақ, сол кезде сол модельді қалған бағанағыдай ең кемінде қалаларда орналасқан 3000-ға жуық мектептерге масштабтауға болады деген ой болды. Ой болды, иә. Көп жағдайда қазір енді белгілі бір мәселені, осы білім саласына қатысты мәселені, тек мәселені көтеруді, оны бір резонансқа айналдыруды, әдетке айналдырып алғанбыз ғой. Көп жағдайда мәселенің шешімін ұсынбай жатамыз. Және де сол мәселені бір қиындатып, айналадағы барлығын кінәлі қылып санап, оған министр кінәлі, немесе білім басқармасының басшысы кінәлі. Жаңа мен осы сұрақты да әдейі қойып отырмын. Негізі қазір білім саласында жасалып жатқан жұмыстар өте көп қой. Бірақ енді көңіл толмайтын тұстар да болады. Оны мойындауымыз да керек, иә. Бірақ
сынағаннан гөрі көңіл толмайтын мәселелерді қоғам болып неге бірге минусты плюске айналдыру деген дүние бар ғой. Қоғам болып неге атсалыспасқа? Жалпы білім саласында қандай мәселелерге көңіліңіз толмайды? Ол айта берсең өте көп, бірақ ең үлкен мені соңғы кезде алаңдатып жүрген дүние ол мынау оқушылардың көпшілігі оқитын жалпы орта білім беретін мектептердің ахуалы негізі. Айтады ғой, баланың сапасы ол мектептің сапасымен бірдей болады дейді. Мектептің сапасы мұғалім сапасынан аспайды дейді. Бұл халықаралық бүкіл ғалымдардың бір пікірі. Сондықтан мен қазір байқаймын мынандай тенденцияны. Өте жақсы мамандандырылған мектептер бар, білім инновация лицейлі, Назарбаев зияткерлік мектебі, РФМШ, сосын қазір көптеген жекеменшік халықаралық мектептер ашылды, саны 900-ға жақындап қалды. Жалпы осы бүкіл бәрін қоссақ, ол жерде жыл сайын ашылуда. Бірақ мен алаңдататын нәрсе, мынау 90% бала оқитын, жалпы орта білім беретін мектептер. Олардың 7 мың шақты сондай мектеп бар. Олардың 5 мыңы ауылдарда орналасқан, 2 мыңнан асасы олар қалаларда орналасқан. Және жыл сайын осы мектептерде мен байқайтын миграция. Оқушылардың миграциясы емес, оқушылар дұрыс, олар ауысып жатыр, бірақ ұстаздардың миграциясы болып жатыр. Және кешеде бір хабар арнасында бір эфирде бір ата-ана сөйлеп несеп жатыр, айтады, біз не істесек болады дейді, мықты ұстаздарымыз алып қалсын біздің мектепте. Өте жақсы сұрақ дейді. Енді бұл жерге біріккен жұмыстар қажет. Мектеп басшысынан бастап, ата-аналармен аяқтап, оқушылармен жалғастырып деген сияқты. Жабылып жүріп, жақсы ұстаздарға жақсы жағдай жасасақ, олар өздерінің жасап жатқан мемлекет мектебінен кетпейді ешкім. Неге? Себебі бәрібір қайтсек те мемлекеттік мектепте жұмыс жасайтын ұстаз өзін бір үлкен қызмет жасап жүргендей сезіне алады. Неге? Себебі ол біріншіден мемлекет арқасында тұр. Екіншіден ол жерде өте көп оқушы оқиды. Өзін көп балаға бір пайдасын тигізіп жатқан сезім болады. Сезімді тудыру керек қой енді басшылық. Бірақ соны өлтіріп қоятын дүние ол басшылардың мен өзім байқағаным қарым-қатынас. Ол қарым-қатынас анау директорден басталады деп айту қиын, ол білім басқармасынан басталады. Білім басқармасынан басталады деп те айту қиын, ол сол жердегі облыстың әкімінен басталады. Егер де облыстың әкімі білім саласына сондай назар берсе, мысалы шынайы назар беріп, приоритет беріп, сол өздерінің мемлекеттік мектептердегі орналасқан жұмыс жасап жатқан ұстаздарға көңіл бөлсе шынайы, сосын барып ол қарым-қатынасты білім басқарма басшысы да сезеді, көреді. Ол өз кезегі өзінің өңіріндегі мықты директорлерге жақсы қарым-қатынас жасай бастайды. Мына директор керемет ерекше дүниелер жасап жатыр, шырылдап жүгіріп жүр, ананы сұрап жатыр, мынаны сұрап жатыр, артығымен істеп жатыр деп, ол өзі жақсы қарым-қатынасын білдіреді, бұны бағалайтынын көрсетеді. Ол директорлер өз кезегі өзінің мектептегі ұстаз өз кезегі артығы мен энергиясын айлықтан тыс ол өзінің шәкірттеріне береді. Көрдіңіз бе? Сонда бір соңындағы мақсатымыз шәкірттердің бәрі сапалы қарым-қатынас, назар, даму алу үшін ол ұстазға байланысты, ұстаздан аттап ешкім өтіп кете алмайды. Сондықтан сол бүкіл фокус дейміз ғой, сол жақсы ұстаздарды осы мемлекеттік мектептерде алып қалу болу қажет, мен ойымша. Және ол күннен күнге қиындап баратыр. Өте дұрыс айтасыз. Бұл қазір барлық мектептің проблемасы. Міне кеше ғана мектеп сабақ басталды. Бірінші қыркүйек күні бірнеше мұғалім мектептен өзінің үй алдық дейді. Енді Астанада ол әзірге бұл тұрақсыздық, мен ойлаймын, бір 10 жылдықта ма бір тұрақталмайтын сияқты мұғалімдер. Ол да бір айналып келгенде сол мынау саналы сана деген нәрсеге келеміз ба, я болмаса ішкі мотив деген дүние бар ғой. Мысалы сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, әкімдік тарапынан, министрлік тарапынан педагогқа жасалатын, директорға жасалатын жағдай деп. Ол дұрыс. Бірақ мен бұлай сіздің ойыңызға мына нәрсені қосқым келеді да, мысалы маған әкім немесе білім басқармасының басшысы мен мектебіме жағдай жасаса ғана мен мұғалімдерге жағдай жасаймын деп күтіп жүрудің өзі бір білмеймін, енді ол уақыт деген нәрсе бар, ол кісілердің жұмысы бар. Яғни әр мектеп
өзінің ішінен бастау керек шығар жалпы. Өйткені мына ішкі мотив деген нәрсе бар ғой, ол сыртқы мотивация. Иә, мүмкін маған, мысалы, мен директор ретінде айтамын, иә, маған жаңағы алғыс хат берер, мүмкін жаңағы материалдық жағдайды жасар, иә, мектепке мат базаны жасар, жалпы көңіл бөлер, бірақ мәселе адамның өзінде ма деп те ойлайсың. Енді мен сізбен толықтай келісемін, және мен ұят болмасын, бірақ айтайын, мысалы, сіз мен үшін идеалды мемлекеттік мектептің бас ұстазы. Қойыңызшы, Нұрмұхамед мырза, сіз мені ұялтырмаңызшы. Мақтаған емес. Неге? Себебі бұлай ойлау үшін да сол не қажет? Бұл бағанағы орысша сөзін көп қолданамыз, призвание дейді ғой. Сіз мысалы жасап жатқан жұмысыңызда сол сезіледі. Сіз бұны біреу мақтасын деп істеп жатқан жоқсыз. Әрине. Әрбір бас ұстаз осындай болуға қажет деп есептеймін. Бірақ енді дәл қазір олай емес қой. Мысалы, дәл қазір әріңгі міндеттей алмайсың. Дәл осындай бол, артығымен беріліп жұмыс істе деп міндеттей алмайсың. Сондықтан ол да негізі орынды. Сондықтан олардың мотивациясын шешу тетіктер қарастыру қажет. Ал уақыт өте келе өзі бағанағыдай миссия ретінде келетін бас ұстаздар бірте-бірте сіздерді қарап, бағанағы басқа әріптестерді қарап келе бастайды. Ең бастысы сондай бағанағыдай тұлғалардың болуы, олардың көрінуі, сезілуі, олардың өздерінің несімен, тәжірибесімен, өмірімен, құндылықтарымен бөлісу өте маңызды да. Сосын бағанағыдай professional community дейді ғой, соны қалыптастыру маңызды. Кім мысалы сіздің неңіз, тәжірибеңіз ұнататын жас мамандар, жас көшбасшылар болса, олармен бірге бір теңдердің ортасын бір клубын қалыптастыру қажет. Бағанағы директормен шайдан басталады деп ойлаймын. Ана жерден камераның ар жағынан қарап отырады да айтады, мә керемет, осы кісілермен қалай бір қарым-қатынас жасасам болады деп, бір анау Шымкенттегі бір маған көп жазады директор. Бірақ енді келесі кезек мен ойымша сол кездесулер болу керек та. Шайды шынайы осы өмірде кездесіп ішіп тұру керек деп ойлаймын. Рас. Сондықтан мен ойымша бұл уақыттың мәселесі. Ең бастысы берілмеу, жеңіліп қалмау, бағанағыдай бәрін сілтеп тастап кеттім демей ма? Сондықтан мен ойымша ол уақыт келгенге дейін біз бағана заңды, ресми тетіктер жасау керекпіз. Сыртқы мотивация мен ішкі мотив екеуі қосылғанда адамда бір құлшыныс оянатыны анық қой. Қалай болғанда да. Енді мен бірақ бәрібірде ұлтқа қызмет ету деген дүниені сатпау керек деп ойлайсың. Бірақ оны көруде білу керек сияқты. Мысалы, мен енді бұл жерде шағым айту мақсатында емес, қағаз жинаған деген нәрсені өзім ұната бермеймін. Өзімді бір жерге ұсыну деген нәрсені мүлдем қолдамаймын. Менің ойымша, жаңағы халықтың, оқушының, жалпы сол ұжымның көңілінен шығу, жұмысыңды адалынан атқару, содан артық баға жоқ деген түсінік. Жалпы Нұрмұхамед мырза, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, бір асыра сілтеп мақтап жіберген сияқтысыз. Мен енді қазір өзгеріске қадам басып жатырмыз ғой. Жалпы білім саласына өзгеріс керек пе? Өте көп маңызды өзгерістер керек. Ең біріншісі мынау стимул, мотивация несін тетіктерін біраз өзгеріс жасау керек деп ойлаймын. Мысалы, өткенде тамыз конференциясына қатыстым, қоғамдық кеңес мүшесі ретінде. Сол жерде мемлекет басшысы қатысты, біраз кісілер болды. Сол жерде мен бір мынандай не байқадым. Бір жағынан бақытты ұстаздарды байқадым. Бақытты ұстаздар, өңірден жан-жақтан келген деген сияқты. Бірақ кейіннен қарасам, бір санап көрейінші дедім да. Осындай марапат, медаль, награда алған адамдардың саны қанша? Сонымен орта шамамен бір 400 адамды есептедім. Орта шамамен. 400 адам марапат алды сол күні. Неше түрлі төсбелгі деген сияқты. Сосын ойладым, осының бәрін қарап отқан басқа әріптестер бар ғой. Олардың Қазақстандағы саны 400 мың. Сонда олар ойлады. Оларда да бір іштен қалау оянған шығар. Қанша жыл еңбек өтілім бар. Қанша жыл еңбек өтілім бар. Сосын олар ойлады, мен де пенсияға шыққанға дейін қанша уақытым қалды. Біреудің 30 жыл еңбек несі бар әлі, біреудің 20, біреудің 10. Бәрі ойлады. Мен де ана сахнада тұрып, мемлекет басшысының қолынан бір марапат алу үшін не істеуім керек деген сұрақ сұрайды ғой. Оның бір белгілі бір жолдары бар ма деген сияқты. Сонан кейін екіншісі, жол мақұл белгілі болсын. Екіншіден шансы қанша? 400 мыңнан
Иә. 400-дің ішінде болу шансы дейді ғой. Мүмкіндігі қанша? Соны ойлап қарасам, мүмкіндігі 1000-нан 1 екен. 1000-нан 1. Сонда сондай марапаттарды алып отқандағы кісілер, марапат беріп жатқан тарап, марапат алып жатқан кісілер және марапат ала алмай жатқан кісілер осы мүмкіншіліктердің шынайы несін білсе деймін да. Мемлекет басшысының ұстаздарға жасап жатқан жағдайында айта кетпесек болмайды. Алғаш рет бізде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазы деген медалін бірнеше ұстаздарымызға берді. Бұл да оны Ақордаға барып алды мұғалімдеріміз. Бұл да бір жалпы мемлекет тарапынан білім саласына деген, ұстаздарға деген үлкен бір қолдау деп біз түсінуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан әр ұстаз, жаңа сіз айтқандай, сондай мемлекет басшысының қолынан, немесе министрдің қолынан, тым құрығанда әкімнен алатындай бір деңгейге жететін тетіктерді ойластыру керек деп жатырсыз. Бұл үлкен игі бастама болар еді. Бірақ басы бар. Жоқ емес, енді уақыт керек әр нәрсеге. Нұрмұхамед мырза, енді қазір өзіңізді білеміз, биылғы оқу жылында жаңа мектеп, бір ерекше мектеп ашып жатырсыз. Осы мектеп туралы өзіңіз толығырақ тарқатсаңыз. Қандай мектеп? Иә, көп рахмет. Бұл енді мектептен гөрі пансион деп айтсақ болады. Жатып оқиды ғой. Балалар тұрып оқиды. Бұл енді шетелде, көбісі шетелге балаларын жіберіп жүрген азаматтар білет, америкалық отбасыға жібереді да. Host family деп атайды. Flex деген программалар бар, бағанағыдай work and travel бар. Сол кезде барған кезде бір отбасының үйіне барып тұрады ғой. Сол кезде ол бала тек қана бағана білімін, оқуын оқымайды, ол тілді үйренеді. Мысалы, қай отбасында мысалы ағылшын тілін үйренеді деген сияқты, кәдімгі өміршең дүниелер үйренеді. Үйдегі кәдімгі қарапайым өзінің үйінде ерініп төсегін жинамай, ыдысын жумай, киім жумай жүрген болса, біреудің үйіне барған кезде бала не істейді? Жинақталады. Яғни тәртіпті үйренеді, өмірге дайындалады. Біздегі ең үлкен қазір проблема, біздің тәрбиелеп жатқан жас буынымызды біз өте қатты оларды не істейміз? Былай айтқанда опекаем дейді ғой. Өбек дейміз. Қалай дейміз? Өбек дейміз. Соның нәтижесінде балалар жасы дап-дардай 18 толған, бірақ көп нәрсені өздері жасай алмайды. Әсіресе бұл қалада оқып жатқан балаларға байланысты. Ауылда оқып жатқан балаларға енді ондай мәселе емес. Олар азаннан сиырларды падаға айдап, қой бағып, бағанағыдай қаймақты сүзіп деген сияқты бәрін істеп үйренеді ғой. Кемде олар тамағын пісіріп, өздерінің несін күнін өзі көре алады бұл балалар. Бірақ қазір мегаполисқа көшуде барлық ауылдағы балалар армандайды көбісі қалаға. Сон қаладағы болып жатқан дүние өте мені қатты алаңдатады. Әсіресе мынау ер балалар. Себебі ер балалар біріншіден көздерін ашқалы бері әйелді көреді, анасын көреді, сосын балабақшаға ұстаздар әйел кісілер, мектепке барады, сынып жетекшісі бастауыш сыныпта, жоғары сыныптарда да әйел кісілер, университетке барса да әйел кісілер. Жалпы сонымен қатар Қазақстанда өкінішке орай 400 мың отбасы, олар жалғыз басты форматпен балалар тәрбиелеуде. Яғни 4 миллион оқушы болса, соның 1 миллионға жуығы жартылай толық емес отбасыда өсіп келе жатыр. 1 миллионға жуық бала. Соның ішінде жартысы бір ер балалар. Ол балаларға ер азаматтың, әкенің фигурасы дейміз ғой, жетіспейді. Енді сондықтан біздің жобамыздың несі, мақсаты, білімнен, мектептен біз біліммен ұштастырамыз ғой. Біздің жобамыздың мақсаты, пансионымыздың, ол осы ер балаларға әке немесе ер азаматтың фигурасы жетіспей жатқан жерде соны толықтыру. Отбасыларға осы мәселелерде қолдау, көмек көрсету. Біз тек қана жалғызбасты аналардың балалары ғана емес, бізде толық отбасының балалары да оқиды. Бірақ ол жерде басқа запростар, басқа сұраныстар болады. Мысалы, ер балаға енді солай да біз кездесіп жатамыз. Әкесі енді табиғаты бойынша, мінез бойынша баласына жұмсақ қарым-қатынас жасайды. Сенбесе солай қалыптасып қалған. Бірақ бала өсіп қалды, бой жетіп қалды, бағана ер жетіп қалды, бірақ оған талап ету керек. Неге бұрында бізде ол функцияны әскери қызмет атқаратын, бірақ қазіргі таңда әскери қызметтің де деңгейі
түсуіне байланысты, өте көп қайғылы оқиғалар болуына байланысты бізде көп ер азаматтар әскери қызметтен қашады, оны жасыратын жоқ. Сондықтан бізде қанша жылдан бері мына ер азаматтарымыз ер азаматтық функциясын атқарудан алыстап қалды. Біздің жобамыздың негізгі мақсаты білімнен гөрі білімді береміз, ол заманауи білімді беріп, әлемдік ең беделді топ 30 университетке тіпті гарантиясымен бізде 3 жыл оқыған жағдайда түсіріп береміз. Бірақ одан маңыздырақ дүние ол ер азаматтарды болашақ ер азаматтық рөлдерге дайындау негізгі мақсатымыз. Керемет, маған өте бір ұнап отыр. Енді білімнен гөрі деп айтып қалдыңыз ғой, менде бір ұстанып жүрген дүнием бар да, білімнен бұрын берілетін дүниелер бар, оқушы бойында қалыптасатын. Біз соған мектеп кей жағдайда ден қоймай жатамыз. Мынау жаңағы саналы ұрпақ тәрбиесі деп біз енді ұрандатамыз ғой, бірақ шын мәнінде сана деген нәрсе қай деңгейде бізде? Мысалға, жай қазірдің өзінде бір әлеуметтік желіні ашып қалсаң, кейбір пікірлерді оқып, біз әлі осы деңгейдеміз ба деген сияқты бір қатты неге түсіп кететіндей ой болады менде. Қаншалықты осындай жазу үшін әсіресе ер азаматтар көп жазып жатады, сонда біздің санамыздың жеткен жеріміз осы ма деген сияқты. Яғни бұл отбасы тәрбиесі деген ең бірінші мектеп қой. Әке мектебін 100 мектеп бере алмайды деп бекер айтпаған ғой қазақта. Өте жақсы бастама көтеріп отыр екенсіздер. Мен өте қуаныштымын. Енді бұны біз қалай бағана басында айтып кеттіңіз ғой, мынау статистика бойынша қанша пайыз балалар мемлекеттік мектепте оқиды, 90%. 90%. Енді сіздің алып отырған мектебіңіздегі 0,1%, мысалы, сіздің балаларыңыздың саны. 0,001 дейікші. Енді сіз қазір бұны бір пилоттық жоба ретінде, эксперимент ретінде бастап отырсыз ғой. Мен де сізді белгілі бір деңгейге жету үшін, жалпы өзіңіз анау 54-ші мектептен де бір мектепті алып көрейікші деп айтып жатырсыз. Бұны да енді бір 12 баланы ғана алып көрейікші деп бастап отырсыз ғой. Біз енді сіздер сияқты бір тереңнен бермесек те, мысалға біздің мектепте 2200 оқушы бар. Сол сіздердің тәжірибелеріңізді, қазір 12 балаға жасайтын тәжірибелеріңіздің бір 10%-ын 2200 оқушыға қолданып көре алатындай бір серіктестік орната аламыз ба? Әрине, мен ойымша орнатып қажет. Осы мүмкіндікті пайдаланып камераға жазып алайықшы өзі. Өте дұрыс. Бізді енді былай кішкене ашып тарқатып айтатын болсақ, сөзіңізді бөлейінші, Мұхаммед мырза. Себебі, мысалы, бізде әкелер мектебі дегенді біз күшті қылып айтамыз ғой, енді қағазға жазып қоямыз. Бір жылына 3-4 рет әкелерді шақырғанда, енді мысалы бізде 2200 бала болатын болса, енді 4400 әке демей ақ қойыншы, бірақ 2200 әке демей ақ қойын, енді жаңағы әкесіз өсіп жатқан балалар бар, бірақ дегенмен сол 2000 әкеден бір 2 әке келсе қуанамыз. Неге соншалықты біз әкелер бала тәрбиесінде, жалпы осы мектепке білім саласында балаға қатысты дүниеде неге әкелеріміз қатты бір немқұрайлы болып кетті? Осы тұрғыдан бізге шын мәнінде көмек керек болып тұр да мектептерге. Біз ашқымыз келет, әкелерді тартқымыз келет. Әртүрлі қызықты дүниелерді де енді қазір директормен шай дегендей, биылғы жылы осы әкелерді мектеп өміріне тартуға байланысты бір үлкен жобаны қолға алып отырмын. Бірақ енді ол қаншалықты өміршең болатыны белгісіз. Бірақ дегенмен осы қазақ азаматтарының мектепке анасы барсын. Мен енді былтырғы оқу жылында көп ата-аналарға қатысты жобаларды жасадық, келді. 500-600 ата-ана келген бір разовый шара дейміз ғой, сондай шараларға келіп тұрады. Енді ол да үлкен көрсеткіш салыстырмалы түрде. 500-600 ата-ана деген көп мектепке келе де бермейді. Біз қызықтаймыз форматында өткіздік, жаңа жылдық корпоратив жасап бердік. Енді оның астарында сол ата-ананы мектепке тарту деген дүние жатыр. Енді осы әкелерді қалай тартамыз? Сол қызықтаймыз, корпоративтің өзінде бір 5-6 әкеміз бой көтеріп жатты. Өте терең сұрақ, және біз осы сұрақтың жауабын тереңірек зерттеумен айналысып жатырмыз қазір. Себебі сол бүкіл проблема, дұрыс айтасыз, әкелерден басталады негізі. Аналарда тұрған еш проблема жоқ. Аналарымыз біздің алтын, олар
өте көп еңбек атқарады. Иә. Және бір қызығы, әкелер әлсіз қоғамдарда аналар сол әлсіздікті компенсация жасайды. Өздері соны себебі әрбір әйел адамға бірінші кезекте тұрақтылық қажет екен, психологиялық тұрғыда. Әрине. Егер олар әлсіз еркекті сезсе, иісімен, көзімен, онда ол автомат түрде қауіпсіздікті шараларын қабылдай бастайды. Ол қауіпсіздік шаралар қалай? Ол ер адам орындамай жатқан жұмыстарды, функцияларды өзі қалай алып кеткенін түсінбей қалады. Әйелдің жаратылысы сондай болмыс. Әйел сондай жанашыр, мейірімді бір жаратылыс. Енді оны күтіп отыра алмайды ғой, қашан ол жұмысқа шығатын, басқа қалатын. Енді Нұрмұхамед мырза, мына жерде біз тек бір ер азаматтардың әлсіреп кеткені туралы қазір оқырмандар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Біз мәселе әлсіздікте немесе ер азаматтардың бір жұмыс бастылығында, я болмаса олардың тек қана жұмыс басты емес, жалпы ысыра салуында, өзінің әкелік рөлін анаға ысыра салуында сияқты. Мысалға, мектептегі ата-аналар жиналысына қолы тимегендіктен келмейді емес, менің ойымша. Мен соны айтайын деп тұр едім. Мәселе неде? Проблема әкелерде, әкелердің өздерінің қызметтерінің функцияларын толық түсінбеуінде. Түсінбеген үшін ер адам ол өзі сондай жаратылыс қой, логикамен жұмыс жасайды. Оған түсіндіру керек, миына жету керек ол. Енді оның миына жеткізетін кім? Миына жеткізетін әйелдер, әйел қоғамы, аналар былай айтқанда. Біз былай істейміз ғой, түсіндіргенше өзім барып келе салайыншы жиналысқа деп ойлаймыз ғой. Міне содан басталады. Рас қой енді. Содан басталады. Мәселе әйел адамға үйрену керек нәрсе өз-өзін ұстау. Құтқарушы болып кетпеу. Ерің, баланың әкесі барында барлық функцияны өзіне жүктеп алмау. Бірақ бұл жерде бір маңызды момент, аналар сол сезімдерін жеткізе білу керек, ерлеріне айту керек. Мен осы сен нәрсені жасамасаң, функцияны атқармасаң, мен алаңдаймын, мен уайымдап өстім және өзім әрекетке көшіп кетемін. Мен осыны жасау дұрыс емес екенін білем, сол үшін осыны саған айтып жатырмын. Бұл рөлді сен атқарасың ба, мен атқарайын ба? Деген сияқты ашық диалог болу керек. Сен атқарсаң, оның нәтижесі осындай болуы мүмкін, мен атқарсам, баламыз осылай өсуі мүмкін деген сияқты. Сол сияқты, осындай шай басында жылы-жылы сөйлеп, түсіндіріп, ер адамның логикасына жеткізу керек. Бірақ логикасына жеткізудің жолы өзінің сезімдерімен бөлісу. Әйел адам өздеріндегі уайым сезімдерін ашық айту керек. Айту керек, мен осы нәрсеге уайымдаймын, алаңдаймын. Сен осыны жасай аласың ба? Жасаған дұрыс болады. Болар еді. Былай айтқанда міндетсінбей, бірақ түсіндіре отыра. Бұл енді бір өнер, болғанда бір әйелдерге даналық қажет деп ойлаймын. Неге себебі бұны кімдер жасай алады? Осындай әрекетті өзінің анасынан көрген әйелдер оны оңай жасайды. Бірақ бәлкім соны анасынан көре алмағандар, олар жасау қиын. Себебі әр бала түбінде өзі балалық шақта не көрді, соны жасайды. Солай ғой, немесе ұстаздардан көрген болуы мүмкін, мысалы да. Сондықтан енді көрмеген болса, бұл сөйтіп қалдырып қоямыз деген сөз емес қой. Біз мектеп ретінде, мысалы, сіз өте керемет инициатива бастап жатыр екенсіз. Бұл клубтар ашылу керек, аналар клубы. Аналарға қалай әкенің рөлін алып қалмауды үйрету керек. Әкелерді клубын бөлек жинау керек. Оларға қалай еркек болуды, бағанағыда енді гормон тұрғысынан сөйлесек, тестостерон ояту керек ер азаматтарын. Оларға мотив, мән мағына керек. Еркек болуға. Бұрындағыдай соғыс заманы жоқ, бағанағыдай қайраң далада, бағанағыдай өзінің несін қорғау, аңдардан қорғау, бағанағыдай қауіпті жаулардан қорғау жоқ. Ер азаматтар сол үшін үйде бағанағыдай жатыр, бағанағы қол астына жастығын қойып, телевизор көріп, былай жатқан жайы бар да. Оларды оятуға бір түрткі керек, стимул керек. Және оятқанда да, былай айтқанда арқасынан теуіп емес. Жылы-жылы сөйлеп, дипломатиямен бір немен ояту керек, олардың түйсігіне жеткізу керек та. Себебі олармен қырсық салғаласатын болсаң, қырсығатын болсаң, ол түбінде білеміз, ажырасуға алып келеді. Ол нәтиже бермейді. Нәтиже бермейді, түбінде бағанағыдай бір ажырасуға алып келіп жатыр. Біз оны көріп жатырмыз. Отбасының берекесі кетеді. Берекесі кетеді. Ажырасу да вариант емес. Әрине. Бірге болып та өзінің рөлін атқармай жатқан ер азаматтармен, әкелермен бірге өмір сүру де вариант емес. Себебі бұл гиперкомпенсация болып жатыр қазір қоғамда. Вариант осыны түсініп,
Тағы да сосын сіздер диалог әйелдердің жүгін артып, сіздер ер азаматтарыңызды өзгерте аласыздар деп үлкен жауапкершілікті бізге сілтеп жатсыздар ғой сіздер, иә. Солай ғой. Негізі Нұрмұхамед мырза, бұл тақырыпты бір арнайы бөлек шай ішпесек болмайды. Өйткені бұл деген енді психологиясы бар. Қазір мынау қоғам өзі ер болып, әйел болып бөлініп кеткен ұғым бар. Кімдікі кінәлі, кім дұрыс емес деген. Бірақ бір қызығы, осы тақырыптың бәрін байқасаңыз, бір коуч психологтар талқылайды да. Иә. Мен ойымша дәл осылай мектептің бас ұстаздар талқылау керек, себебі біріктіруші күш, платформа, площадка соларда. Себебі түбінде сол қарым-қатынастағы мәселені шеше алмай кеткен әке мен аналардың балалары біздің қолымызда. Сізбен біздің қолымызда. Сол үшін мен ойымша сіздің инициативаңыз өте керемет. Ал ер балаларға келетін болсақ, мектеп тұрғысынан оларға бағанағыдай жарыс ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Ер балаларды шабыттандыратын нәрсе ол жарыс. Қалай десеңіз де ол солай. Бірақ жарыс ол тек қана бір білім додасында ғана болмау керек. Әрине. Спорт, шығармашылық, көшбасшылық, халыққа қызмет, жобалар жасау, әскери балаларға мысалы 10 түрлі бағыт бойынша жарыс жасау, бір жетістікке жету мүмкіншіліктерін ұсыну керек. Ол жарыстың өзінің марапаты, сый-сияпаты, бір мотивациясы болу керек, және ол ойын форматында болу қажет. Мысалы, сол кезде әр бала ол 10-нан 9 ұнамаса да біреу ұнауы мүмкін. Себебі ол өзінің табиғатына жақын, өзінің қолынан келеді. Кішкентай кезінде үйде жүргенде, не істегенде соны көрген. Ол өзін сол жерде жарысқа қатысып, бағанағыдай жеңіп, өзіне деген несі, құрметі, өзіне сенімділік артады. Ер балаларға сенімді болу өте маңызды. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан оларға жарысып, лайықты жолмен сенімділікті жаулау керек та, былай айтқанда. Бірақ бірінші кезекте сенімділікті ұялататын отбасы ғой, тағы да айналып келгенде. Әкесі баласымен мақтанатындай, балам сенің қолыңнан келеді. Осы жерде өкінішке орай отбасыларда да бүкіл балалардың жетістікке жету алаңы білім ғана болып қалыптасып кеткен да. Міне дұрыс айтасыз. Мен де соны қатты қолдай бермеймін. Сондықтан бәріміз ортаға тұрып алып, арбитр ретінде, былай айтқанда, бәрін оркестр ретінде дирижировать ету керекпіз ғой. Мына жақта әкелерге үйде балаларына қатысты қандай expectation, бағанағыдай күту, ожидание жасау керек. Соны үйрету керекпіз. Сіздің балаңызды біз бақыладық, диагностика жасадық. Сіздің балаңыз, білесіз ба, білімнен гөрі сіз одан спорттан күтім жасаңыз, спорттан жетістік күтіңіз. Себебі балаңыздың икемі, ұмтылысы спортқа жақын екен. Ал сіздің балаңыз өнерге жақын. Екеуін ешбір тұрғыдан салыстырмаңыз. Анадан спортшы болатын баладан өнер жағын күтсең, өнершіден спорт жағын күтсең, ол болмайды. Екеуі де болмайды. Екеуі де болмай қалады. Сондықтан бұл жерде мектептің рөлі өте зор. Ол біріншіден бағана алдына келген баланың қабілеті қай жаққа, қызығушылық қай жаққа, табиғаты қай жаққа, икемі қай жаққа, және мектептің беретін мүмкіншіліктері қай жаққа. Барын бар, жоқты жоқ деп айту керек. Мысалы, мектеп енді көбісі бізде білімге бағытталып кеткен ғой. Мысалы, өнерге, мысалы енді мына қазір жайлы мектептер, келешек мектептер ашылып жатыр. Ол жерде сәл өнерде, анауда, мынауда жан-жақты бар шығар. Бірақ инфрақұрылым тұрғысынан бар. Бірақ ол жеткіліксіз. Бізге наставниктер, бағанағыдай тәлімгер дейміз ба? Тәлімгерлер қажет. Сол әр саланың тәлімгерлерін жинау керек. Мысалы, сіз штат бойынша оны ала алмайсыз қазір. Осы тақырыпқа бір келгім келіп тұрған. Мысалы, биылғы оқу жылында енді қазір оны алдын ала қатты жариялап айтқым келмей отырған, бірақ айтпай қойыңыз оны. Айтпағанда келіп тұр ғой мәселе. Мысалы, жақында бір 7-8 мектепке жоба бастап жатырмыз. Енді әртүрлі бағытта. Мысалы, мен өзімде ұстанатын дүнием, ол білімге құмар бала, ол өздігінен де білім ала береді. Қазір ютубтан да ала береді, үйде әсер етіп отырған ата-ана бар, ол баланың қызығушылығына байланысты баланың өзі дарында дегендей. Біз қазір акцентті, жалпы фокусты мынау оқымайтын балаға, оның ішінде қайнап жатыр менің түсінігімде. Енді мен өзім әр баланың көзінен от көру, жұлдызын жағу деген дүниені қатты айтып жүрмін, ұстанып. Енді осы тұрғыдан енді мен 2 жыл директор болдым ғой, биылғы оқу жылында мынау блокты пайдаланып деп айтсам болады. Қазіргі таңда маған көп серіктестіктер, ұсыныстар, жарнама дегеннің өзі бір қосымша ақша ғой.
мысалы жақында мынандай жобаны бастап жатырмыз. Алла қаласа 1-2 күнде кастингге өтеді. Театр жобасы. Өнер. Бір кісі ұсынып келді. Мен енді бұны өзім ұсынып бастадым. Ол кісі бір қуана. Ол жерде бірақ үлкен ақша тұр. Сіздің мектебіңіздің бір 40-50 оқушысын осы қойылымға қоямыз. Осындай сумма берсеңіз. Енді жаңа айтып отқандай бізде ол кісіні штатқа ала алмаймыз біріншіден. Екіншіден ол сумманы барлық мектеп бере алмайды. Ал мен енді осы блокқа келуімде өзі жаңағы жоқшылықтан деп айтсам қалай болады? Қажеттіліктен, осы мектептің дамуына деген, мектеп дамысын деген оймен келген едім. Қазіргі таңда барлық жарнама, егер мектепке қатысты болса алам деп талап қойғанмын. Сол театр өнерін мектепке кіргізу арқылы жаңағы буллингқа склонны балалар болады, мысалы. Болмаса сол төмен, үлгерімі төмен оқушы деп айтамыз ғой. Бірақ оның ішінде мықты актер жатады ғой. Жатуы мүмкін ғой. 740 бала бар 8-11 сыныпта оқитын. Соның ішінен біз 40 бала іріктеп алып, қазір үлкен қойылым жасағалы жатырмыз. Ал оны мен 100% білем, сол 40 бала сол бір айдың ішінде үлкен өзгеріске ұшырайды, трансформация болады. Өйткені ол өнер деген біріншіден дисциплина, тәртіп. Ол жерде командалық жұмыс болады. Бірлікке шақырады. Мынау іштегі қайнап жатқан дүниені ол ана жақтағы буллингпен, немесе басқа бір агрессиямен шығармайды. Оны таза бір целенаправленно дейміз ғой, бір мақсатқа айқындалып шығарады да ішкі дүниені. Тағы да осындай бірнеше жобаларды қолға алып отырмын. Өйткені біз мемлекеттік мектептерде өзіңіз білесіз, бір сыныпта бір 5-6 отличник болады, қалған балалар назардан тыс. Көп жағдайда. Сол қалған балаларды жаңағындай әртүрлі жобаларды ешкімді қалдырмай, бірақ өзінде неге бейім, соған қарай қинамаймыз. Дұрыс, мемлекеттік стандарт ол орындалады. Бірақ мына дүниеге бұл жерде білімді ысыру емес, Нұрмұхамед мырза. Мысалы, көп адамдар мені, мына білімді ысырып қойып, өзі енді шығармашылыққа жақын болған соң өнері қуып кетті ма деген дүниелер дұрыс түсінбей жатады да, бірақ бұлай емес. Мынау өнер арқылы баланың көзқарасын өзгерту ғой. Егер ол бала сол театр арқылы өзгеріп жатса, мектепке деген махаббат оянса, ұстазға деген құрмет оянса, ол автоматты түрде маған білім не үшін керек деген сұрақты қоя алатын деңгейге жетеді. Әрине. Ол мен солай ойлаймын енді. Спортта да солай. Мысалға спорттан жетістікке жететін балаларымыз өте көп, бірақ біз не істеп жатамыз көп жағдайда. Химия, физика пән мұғалімдері айтады, сен анау мен сабағымды стрих қылып, жарысыңа бара бересің ба? Мен сабағымды қашан оқисың? Мысалы енді, бізде сондай ғой енді көп жағдайда. Дұрыс, ол бала физик болмайды шығар, ол бала химик болмайды шығар, бірақ біз психологиялық тұрғыдан ол бала әлем чемпионы болайын деп тұрған баланы сындырып алмайықшы деймін да. Осы жерде өте жақсы бір ой айттыңыз, және мен сізге сұрақ сұрағым келіп отыр. Жақында мемлекет басшысына мектептің шәкірттері үздік белгілі бір бағытта кіріп, қолынан мадақ марапат алды. Қай балалар олар? Қай бағыттың чемпиондары? Олимпиада, білім. Енді қараңыз. Олар да мектепте оқи ма? Мектепте оқиды. Бірақ олардың чемпион болуының жолы қалай болды, білесіз ба? Қалай чемпион, олимпиаданың чемпиондары, пәндік олимпиаданың чемпиондары қалай қалыптасады? Білесіз ба? Именно сол балалар ма, жалпы ма? Жоқ, солар. Солардың чемпион болу үшін қандай жағдайлар жасалған? Айтайын ба? Бірінші кезекте олар мамандандырылған мектептерде оқиды. Әрине, әрине. Бірінші кезекте. Біздің мектептің балалары жоқ қой енді. Көп жағдай жасалған, соның нәтижесінде ғана олар чемпион болып отыр. Соның біріншісі, олар арнайы мамандандырылған мектептерде оқиды. Ол жерге іріктелген. Ол жердің жағдайлары бөлек. Екіншіден, сол пәндік, әр пәннің бағыты бойынша шеберлер бар. Наставник дейміз ғой, тәлімгерлер бар. Ол екінші. Үшіншіден, ол балаларды қажетінше сабақтан босатады. Сабақтан босатады. Мемлекеттік стандарт дейміз, басқа дейміз. Бірақ чемпионды дайындауға келген кезде оларды сабақтан босатады. Бірақ айтады, арқасынан оқып ал, емтихан бәрі тапсырасың. Стандарт қой өткені.
бірақ сабақтан босатып оларға чемпионская подготовкаға жағдай жасайды. Үшіншісі. Төртіншісі, чемпиондар, мысалы, чемпиондардың сыныптастары бар ғой, оларды сыныптастармен бірге оқиды бөлек, бірақ чемпиондардың бөлек дайындық кабинеттері бар. Арнайы дайындалатын лабораториялары, бөлек бөлмелері бар. Төртінші. Бесіншісі, каникулда барлығы демалып жатқанда бұл чемпиондар не істейді? Болашақ чемпиондар басқа мектептегі болашақ чемпиондармен бас қосып, арнайы лагерлерге барып, сол жерде дайындық жүргізеді. Тренировочный сбор дейді ғой. Дайындық жасайды. Ана есептерін шығарады, бір-бірін психологиялық моралдық тұрғыдан дайындайды. Бұл бесіншісі. Сосын барып әбден тренировка өткеннен кейін барып, алтыншысы шынайы додаға қатысады да, сол жерде не істейді? Чемпиондық орындарға алып шығады. Неге осындай жағдай спортқа, өнерге және кез келген басқа салаларға сіз осы жағдай жасасаңыз, сіздің де мектептен кез келген саланың чемпиондары шығады. Сондықтан, егер бір мектепте чемпион шықпай жатса, оған қатты уайымдаудың, алаңдаудың қажет жоқ. Себебі чемпиондарды дайындаудың өзінің реті, жолы, системасы бар. Просто оны жіліктеп, түсіндіріп, барлық мектептерге қажетінше, қалауынша енгізсек, әрбір мектептен чемпиондар шығады. Сіз осы жағдайды бұйырса ақырындап, енді сіздің мысалы қолыңызда өнер саласының шеберлері бар болуы мүмкін қазіргі шарттарда. Онда сіз өнер саласының чемпиондарына жағдай жасайсыз. Егерде бағанағыдай көшбасшылық саласы, болашақ саясаткерлер, экономисттер болса, сол жағынан жасайсыз. Мәселе бәрін бір күнде түнде істеп кету емес. Мәселе бірінші сол басқа саланың чемпиондарын шығарудың бір жүйесін қалыптастыру. Соның үшін мен ойымша сіздің бастамаңыз өте керемет. Ештеңе жасамай бүйтіп күтіп отқаннан гөрі осы әрекет ең дұрыс деп санаймын. Мысалы, мен сол балаларды кеше оқу завучын шақырып алып айттым. Мынау ертең іріктеуден өткен балаларға соңғы сабақтан босату, оны ешқандай жасыратын еш нәрсесі жоқ. Факультатив сабақтардан босату, түскі асын алып беру, поставщиктерден деген сияқты. Яғни жағдай жасау. Ол балада да мотивация болу керек. Ертең мен осы мектептің өнер додасындағы, өнер саласындағы өзін бір қаһарман сезініп жүру керек қой бала. Өйткені ол отличник емес қой. Оны ешкім көзге келіп жатқан жоқ қой. Сол сияқты спорттан да ол жұлдыз сезіну керек мектеп жасынан бастап. Өнерден де және білімнен де. Осы дүниені біз қолға алуымыз керек, бірақ көрдіңіз бе, көп мектептің бұған мүмкіндігі жетпейді ғой. Мысалы, театр өнері ол біздің мектепте бұрыннан да болған. Барлық мектепте бар, бірақ деңгейі әртүрлі. Біз не істеп жатамыз? Бір қазақ тілінің мұғалімі болады. Мысалы, бір актерлық шеберлікке жақын, я болмаса бір жаңағы аз-маз айлыққа сырттан біреуді жалдап жатамыз. Бір қалай айтуға болады? Қаржы мәселесі ғой бұл жерде. Сосын диплом мәселесі. Біз актерлық шеберлікті бітірген балаларды, режиссерларды жұмысқа ала алмаймыз ғой. Педагог емес қой ол кісілер. Мысалы, тағы да осындай тақырып бар. Республикалық деңгейдегі бір дебатер келеді, мен сізбен жұмыс жасағым келеді дейді. Мен оны алғым келіп тұр. Бірақ оның педагогикалық дипломы жоқ. Сіз білесіз, батыста дипломға қарамайтын тұстары көп болады. Яғни тәжірибесі қарайды. Егер сіз дебаттан еңбек өтіліңіз келіп тұрса, сіздің дипломыңызға қарамайды. Ал енді мен қазір жаңағы бастап жатқан жобамды, өнер болсын, спорт болсын, дебат болсын, барлығын жоғарғы деңгейде қою үшін және аз уақытта нәтиже көру үшін үлкен қаржы керек. Себебі ол экономиканы бітірген дебатер бала мектепке мен оны штатқа ала алмаймын, ешкім қалып. Әзірше тағы да мен оған өзімнің жаңағы блогтан түскен пайда болуы мүмкін, басқа да жаңағы демеушілерді, серіктестерді тарту арқылы қоя аламын. Кәсіпкерлік қабілеттеріңізді оятып, дамытып, қосып, сөйтіп барып қана ұйымдастырыласыз. Себебі бағанағыдай бар жолдармен оны шешу әзірше мүмкін емес. Біз сол қашан осы мамандыққа дипломмен байлағанымызды, енді қашан байлағанымызды қоямыз деген сөз сұрақ дұрыс болмас, бірақ дегенмен осы салада мына батыстың тәжірибесі бізге керек болып тұрған сияқты. Бір
барлық жағынан болмаса да бір аз-маздап бір мемлекет тарапынан осыған. Енді қараңыз, қазір батыстың тәжірибесі былай. Бұрын батыста да енді мемлекеттік мектептер халықтың салық төлеушінің ақшасынан қаржыландырғаннан кейін бұндай қауіпсіздік бағанағыдай сапаны қамтамасыз ету тетіктері осылай қарастырылған тұғын. Олар да сол батыстың университетін бітіріп сертификацияны өтіп жұмысқа тұрмасаң, сен жұмысқа алмайтын бұрында. Бірақ қазіргі таңда батыста мынандай мәселе болып жатыр. Дефицит кадров. Сол мемлекеттік мектептерге де сұраныс түсіп кетті. Өте көп бос вакансия бар. Англия, Америка бәрінде, Европаның өзінде халық саны күрт түсуде. Сонымен олар не істеп жатыр? Халық экономикасының күшін ары қарай арқалап кететін жаңа сапалы адами капитал азайып кетті. Олар мигранттарды алып келіп жатыр. Іріктеп, бағана фильтрден өткізіп, дайындап, сол мигранттың балаларына сол батыс өлкелердің майндсеті дейміз ғой, мировоззрение, мышление, соның бәрін үйретіп дайындау үшін өзінің қоғамына, экономикалық несіне оларға қыруар ақша құйып жатыр. Сосын оларды дайындағаннан кейін енді ол бір адамды дайындау үшін сұмдық көп энергия қажет екенін түсінді. Олар не істеді? Енді бұрындағыдай талаптарды азайтты. Міндетті түрде 4 жыл педагогикалық университетте оқу деген талапты азайтып, боковой вход. Мысалы, сен басқа елде басқа бір мамандық бітірген болуы мүмкінсің. Бірақ бізде 1 жыл оқып аш. 1 жыл біздің мына жүйеден оқып, сертификацияны тапсырып, саған біз құқық береміз деп жатыр. Себебі мемлекетке қажет ол. Маман, ұстаз ол мемлекетке қажет. Сондықтан бізде әзірше дипломды ала салу оңай болып тұр ғой әлі. Неше түрлі университет бар, сырттан оқу бар, ана оқу бар. Сондықтан да ол талап қағаз жүзінде бар. Мемлекеттегі осы халық салығына жауапты тұлғаларға да ми тыныш болады. Біз мынандай талап жазып қойғанбыз, құжат бойынша тексерсек бәрі дұрыс деген сияқты. Сол үшін шешудің жолы екеуі, сол талап етіп жатқан құжатын үйтіп алу, сырттай оқытып болсын, басқасы болсын, бұл бірінші жолы. Екінші жолы тек кәсіпкерлікпен бағанағыдай заңдар өзгергенге дейін сіз сияқты күтіп отырмай, бағанағыдай өтірік диплом алмай, былай айтқанда кәсіпкерлік жолымен жасап. Енді күтетін уақыт жоқ шыны керек өзі. Сондықтан бұл жерде дұрыс екі ғана жол бар. Үшінші жолы ол мемлекетке, билікке уақыттың өзгерістің қажет екенін түсіндіріп, заңдарға, бұйрықтарға өзгеріс енгізу. Бірақ оған жалпы бұған келеміз деп ойлайсыз ғой. Мысалы, сіздің мектебіңізде педагогика бітірмеген мамандар жұмыс жасай ма? Иә, әрине. Себебі біз бағанағыдай өзімізді мектеп ретінде айтпаймыз ғой. Бағанағыдай біз мектеп, біз ойбай дейміз, біз пансионбыз, біз балаларға бірінші кезекте бағана айтқан жан-жақты дамуды береміз, қосымша білім береміз дейміз. Бірақ бұлай бәрін қосқан кезде біздікі мектептен де артық болып кетеді. Себебі мектепте тек баланы бағана білім жағынан дамытып отса, баланы өмірге дайындау үшін тек білім емес, ол қабілет, бағанағыдай өміршең тәжірибе, қарым-қатынас, нетворкинг, бір істі жобаны бастап аяқтау, ақша табу, бағанағыдай выживать ету, бағана спортпен айналысу, бағана сыртқа шығып, бағанағыдай палатка құрып, тамақ пісіріп, сондайға шейін өнер, былай 8 қырлы, 1 сырлығы өсіру біздің мақсат болғаннан кейін, ол мемлекеттік стандартта ол қамтылмаған. Мемлекеттік стандартта сен математика, химия, физика, биология, қазақ тілін білсең болды деп тұр. Сондықтан қазір сондай мектептер жайлап көбейеді. Қосымша білім беруді, дамытуды концептуально былай алып келіп беретін балаларға. Және ата-аналардың да соған сұранысы артып жатыр. Енді Абайдың толық адам бейнесі ғой, жалпы бір сөзбен айтқанда, иә? Өте керемет. Енді осы сіздің мектебіңіз жаңа бағана сөзіңізде айтып қалдыңыз, бізге шетелге оқуға түсіру мәселе болмайды. Білімде база болып қалады, шетелге түсіресіздер деп. Енді бұл қазір өзіңіз болашақ бағдарламасының түлегісіз ғой. Бірақ мемлекетке келіп қайтадан қызмет етіп, ұлтқа қызмет етіп, қазір білім саласында жүрсіз. Осы оқытып жатқан балаларыңыз ертең шетелде қалып қою деген қауіп жоқ қой сіздердің мектептеріңізде, иә? Енді бұл орайда мен қазір мемлекет басшысының ойын қолдаймын. Ол жақында бір өзінің несінде интервьюінде айтты. Бүкіл әлем дейді, бір үлкен ауыл сияқты дейді. Және біздің қазақ азаматтары әлемнің қай жеріне бармасын, ол әрқашан қазақ болып қала береді деп өз аузымен айтты. Және мен бұл ойын қолдаймын. Қай тұрғыдан мәселе біз жастарды қазір шектемеу керекпіз. Ол сол елге қайтпай қояды, қой құрсын жібермейік деп қыстап байлап отыру да бәйгеге шапқысы келіп жатқан бір айғырды
біз шабыстан ұстамау керекпіз да, қызып тұрған кезінде. Ол шауып бағана әлем аралап көрсін, бағанағыдай сол үйренген нәрсесін уақыты келгенде қайтады келген кезде күштеп емес, бағанағыдай қалаумен қайту маңызды. Саналы түрде. Саналы. Бірақ ол үшін біз не істеу керекпіз? Біз соған махаббат, осы елдің, жердің бір махаббатын, сүйіспеншілігін біз беру керекпіз сол балаға. Ал сен күштеп, қинап не істесең, ол түбінде қашып кетеді. Сондықтан бізде екі ақ жол бар. Біреуі ол бағанағыдай махаббатты сыйлап беріп, әлемді арала, үйрен, бірақ еліңді ұмытпа. Ең лайықты тұлға, мықты тұлға ол ең бірінші кезекте өзінің туған жеріне, кіндік тамған жеріне пайдасын алып келетін азамат. Бірақ әлемге де әлемнен үйрен, өзінің еліңе пайдаң тигіз. Деп сол бағытта біз бағыттасақ, ол ең дұрысы болады деп ойлаймын. Себебі қазір біз балалардың барлығы сол әлемді олардың қолында тұр қазір. Инстаграммен, тиктокпен, ютубпен олар әлемді бұрыннан көріп қойды. Оларға тек іс жүзінде сол әлемді тану, басқа ұлт өкілдерін, басқа мәдениеттерді, басқа цивилизацияларды тану өте маңызды болып тұр да. Олардың қызығушылығы қазір қанбай тұр. Біз бір-бірін таныту керекпіз. Бір қаладағы, өңірдегі, ауылдағы балалар қаладағы балалармен араласу керек. Қаладағы балалар елордадағы, алматыдағы. То есть біз бәріміз бір-бірімізді тану керекпіз, мен ойымша. Сосын жақсы жақтарымызды жалпы араласайық та десеңізші. Араласып, иә. Мысалы, сен бір әл-ауқаты төмен отбасынан шыққан болуы мүмкінсің. Ол еш мәселе болмау керек. Сен ашық, барды бар, жоқты жоқ дей көрсің. Айту керексің, иә, мен осылай болды. Бірақ мен қазір уақытым бар ма? Бар. Білімім бар, денсаулығым бар, мүмкіншіліктер бар ма? Бар. Мен еңбек етем, үйренем. Мен қажет болсам бай да боламын, қажет болсам би де боламын, қажет болса шешен де боламын, президент де боламын деп біз балаларға миына шектеу қоймау керекпіз. Дәл сол сияқты байдың баласы да ол сұмдық, мен бай екенмін деп, бай ол айтады ғой, әкенің малы баласына азық болмайды. Оны да біз түсіндіру керекпіз. Сенің әке-шешең ол деген қазір өмір ғой. Бүгін бар, ертең жоқ болуы мүмкін. Сен өзіңе сен, өз күшіңе сен деп, оған да түбінде барлық бай мен кедейдің баласына да біз не? Бірдей еңбек етуді үйрету керекпіз, адамгершілікті үйрету керекпіз, бір-бірін тануды, жақсы жақты алып, жаман жақтан тиюді үйрету керекпіз. Түбінде бәрі бірдей. Соны үйретсек, мен ойымша жақсы болады. Нұрмұхамед мырза, біз отыра беретін сияқтымыз негізі, өйткені білім саласында біздің ұқсас жерлеріміз, құндылықтарымыз, жалпы ниетіміз осы балалардың тәрбиесінде бір бой деп айтады ғой, енді соның барлығы бір сайып келіп жатыр екеуміздің. Бірақ уақыт шектеулі, бірнеше сұрақтарым бар, бірақ оны біз болашақта әлде де өрбітеміз деп ойлаймын. Мен сізбен жаңа айтып жатырсыз ғой, енді сіз қазір оңай жол алып отырған жоқсыз сізде. Өйткені бала саны аз болғанмен сіздің мектепте ол үлкен бір жаңа нәрсені бастап көру, ол да бір үлкен батылдық. Мысалы 12 баламен біреулер айтуы мүмкін, ой, 12 баланы оқыту не тұрады, ол сонда не деп ашып отыр ол мектепті, біз отырмыз ғой міне 2000-3000 баламен деп айтуы да мүмкін қазір адамдар. Бірақ дегенмен сіз сапаға жұмыс жасайын деп жатырғаныңызды, сіз сол 12 баланы үлкен толық адам қылып қалыптастыруыңызды, бұл деген ол да оңай шаруа емес, мен оны сезінем, түсінем. Сондықтан ашып жатқан мектебіңіз құтты болсын, берекелі болсын. Ең бастысы, әр адамның өзінің бір ойлаған ойы, мақсаты, арманы болады ғой. Сол арманыңызға жетіңіз, бірлесіп жұмыс жасайық. Сіздер бізге келіңіздер, біз сіздерге барайық. Өйткені біз бөлінбеуіміз керек. Жеке мектеп, мемлекеттік мектеп деп бөлінбеуіміз керек. Ол қалай болғанда да біз қазақ баласын бірігіп тәрбиелеуіміз керек. Сіздің тәжірибеңіз, менің тәжірибем бір-бірімен толықтырып жатса, ол бір бастан екі бас жақсы дейді ғой. Сол дүние керек та, өйткені біз қазір жоқ, мен өзім білем, әркім өзім білем деген дүниені жасаса, ол да нәтижесі өміршең болмауы мүмкін, көрініс таппауы мүмкін. Ақмонша ханым, осы сіздің подкасттың алғашқы қонақтарының бірі болуы мен үшін үлкен мәртебе. Көп рахмет. Дәл өзіңіздей өзім риза болатын бас ұстаздың осындай шайын ішу қуаныш алып келеді. Бүкіл айтқандарыңызға толық қосылам.
ең бастысы әрбір ұстаз ол бірінші кезекте шәкірт бола білу керек. Ешқашан мен білем демеу керек. Әрқашан әр жерден, әр адамнан, үлкенінен, кішісінен үйренетін бірдеңе ойлап отыру керек деп ойлаймын. Сондықтан бастамаңыз құтты болсын. Рахмет. Бірігіп білім саласын әлемдік брендке айналдыра берейік. О, керемет. Рахмет. Енді Нұрмұхамед мырза, біз ең құнды сыйлық ол кітап екенін білесіз ғой. Мүмкін оқыған боларсыз, оқымасаңыз сізге мынау «Қуыс кеуде» деген кітапты сыйға тартқым келеді. Біз әр адам жаңағы оқытып жатқан, осы тәлім беріп жатқан балаларымыз қуыс кеуде болмай, толық адам болса деген ниеттеміз. Сондықтан осы кітапты өзіңізге сыйға тартам. Рахмет. Рахмет. Құрметті достар, сонымен бүгін біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Бүгін бізде қонақта болған білім саласының үздігі, сарапшысы Нұрмұхамед Досыбаев мырза. Амандықта, кездескенше.